Злиха мен Бәтима деген біреудің қызметінде тұрған екі қыз бала төбесіне бір-бір жәшік жеміс көтеріп, қалаға келе жатыптымыз. Злиха аһлап-уһлеп шаршадым деп, ал Бәтима күліп, әзілдесіп келе жатады. Сонда Злиха айтты: Сен неге мәз болып қуанып келесің? Төбеңдегі жәшіктің ауырлығында менің басымдағыдан кем емес. Өзің де менің күшті емессің. Мен жәшігімнің ішіне ауырды жеңілдететін бір шөп салдым. Ай, ондай болса шөбіңнің атын айтшы, мен де ауырымды жеңілдетейін. Ол шөп сенің қолыңа түспей ме деп қорқамын. Оның аты сабыр.